Сәлем достар, бүгін мақсат туралы айтқым келіп отыр. Мақсатқа қалай жетуге болады? Көп адамдар арманда мақсат қой деп жатады. Бірақ неге біз көп армандаймыз, мақсат қоямыз, бірақ олар орындалмай жатады? Оның жауабы біз мақсатты жақсы көреміз, біз арманды жақсы көреміз, бірақ біз оған апаратын жолды жақсы көрмейміз. Яғни кез келген арманға, мақсатқа жету үшін белгілі бір тірлік ету керек, еңбек жасау керек. Сол еңбекті жақсы көрмейміз. Яғни мысалы біз бір адам тігін тігуді ұнатады, бірақ ол басқа салада жүр, мысалы есепшілік салада жүр. Сол сияқты әр адамның өзінің бір іске бейімі болады. Сол саланы жақсы көру керек, ынталану керек. Сол кезде ол адамның мақсатқа жетуі де, арманға жетуі де тез орындалатын болады деп